Ақтөбе облыстық сотында бұқаралық ақпарат құралдарымен және жұртшылықпен уақытылы және сапалы өзара байланыс мақсатында ақпараттық қамтамасыз ету бөлімі жұмыс істейді. Бөлімнің басты міндеті қоғамдық резонанстық істер бойынша халықты жедел ақпараттандыру, заңнама нормаларын түсіндіру және республика сотында жүргізіліп жатқан реформалар мен жаңалықтар туралы уақытылы хабардар ету. Ақпараттық кеңістікті жан-жақты қамту және әрбір азаматтың шынайы сот ақпаратымен қамтамасыз ету үшін облыстық соттың баспасөз қызметі Facebook, Instagram, YouTube және Telegram әлеуметтік желісінде парақшалар ашып, белсенді жұмыс жүргізіп келеді. Ақтөбе облыстық сотының, қалалық және аудандық соттың ресми сайты тұрақты түрде өзекті ақпаратпен толтырылады. Ақпараттық қамтамасыз етуді сапалы жүзеге асыру мақсатында облыстық сотта қылмыстық және азаматтық іс бойынша үйлестіруші судьялар бекітілген. Бөлімнің жұмысын үйлестіретін судьялар оқыту семинарларын өткізеді, әлеуметтік желілерде түсіндіру жұмысын жүргізеді. Өз қызметі шеңберінде бірінші сатыдағы судьялармен өзара байланысады. Ақтөбе облысының халқы белсенді аймақ. Осыған байланысты уақытылы және сапалы өзара іс-қимыл азаматтарды шынайы және сенімді ақпаратпен хабардар етудің кепілі. Облыс соттарының әрқайсында бақпен жұмыс істеуге жауапты маман мен судья бекітілген. Баспасөз қызметі журналистермен тығыз қарым-қатынаста брифингтер және тікелей эфирлер өткізеді. Сонымен бірге заңнамадағы жаңалықтарды насихаттау, сот жүйесінде енгізілген жаңалықтарды жария ету, қоғаммен тығыз қарым-қатынас шеңберінде облыстық соттың баспасөз қызметі жергілікті Ақтөбе, Рика ТВ телеарнасында Заң.кз, Закон.кз, из первых рук және сөзіңіз аузыңызда бағдарламасында апта сайын судьялар мен сот мамандары сөз сөйлейді. Ақтөбе облыстық сотының баспасөз қызметі соттар мен сот жүйесінің имиджін арттыру бойынша тұрақты жұмыс жүргізеді. Біз осы бағыттағы жұмысты жақсарту бойынша жаңа идеялар мен ұсыныстарға әрқашан ашықпыз.